Сәлем достар, сіздермен бірге Әсем Айтайжан, және бүгін менде марафонның екінші күні. Мен осы видеомда алдағы уақыттарда адамдарға пайдалы болу үшін осы YouTube каналыма жүктемекшімін, яғни Telegram каналымнан тыс. Бүгінгі сабақ садақа және зекет принципі деген нәрсені айтқым келіп отыр. Садақа ол тек материалды түрде беру керек екенін білдірмейді. Яғни біз естіп жатамыз, садақаны адамдарға сол эмоционалды түрде беруге болады. Яғни жымиып, сондай бір жақсы сөздер айтып деген сияқты. Және зекетті де солай. Мен мына бір нәрсені байқадым. Шыны керек, мен сіздерге қайта-қайта айта беруден шаршамайтын шығармын. Мен осы 3 ай жазымды ешқандай ойын-сауықсыз, сайрансыз тек қана адамдармен сөйлесу арқылы арнадым. Және осы 3 айымда мен тек қана, білесіздер, мен нағыз бай адамдармен сөйлестім. Яғни ол кісілер бір нәрседен бай болып, қайтсам болады, просто так ақшасы бар ғана адамдар емес. Олар шынымен де мышлениясы, состояниясы жақсы адамдар. Яғни расымен де бай адамдар, шынымен де олар, яғни ішкі жан дүниелері де, сыртқы жағы да бай адамдар. Және мен ол адамдармен көп сұхбаттасып, мен бір нәрсені түсіндім, және соны сіздермен бірге бөліспекшімін. Жалпы шыны керек, біз ойлаймыз, біз намаз оқимыз, Құран оқимыз, басқа да Алланың парыздарын орындаймыз, біз бай болу керекпіз деген сияқты. Менде сондай ой болды. Мысалы, мен ойлайтынмын, мен намаз оқимын 5 уақыт, мен Құран оқимын, мен зікір айтамын, Алланы көп еске аламын, неге мен бай емеспін деген сұрақ кез келген мұсылманда болатын шығар. Неге мысалы Илон Маск немесе мықты сондай Билл Гейтстер бай, олар Алланы мойындаған жоқ қой деген сияқты сұрақтар болады. Оған мысалы кейбір біздің имам, үлкен адамдар, яғни дін жағынан, олар айтады, олар осы өмірде ғана Алла оларға береді, осындай деген сияқты. Бірақ мен ол кісілермен бір жағынан келіспеймін. Өйткені Алла кез келген адам жақсы көреді. Яғни ол сіз атеист боласыз ба, сіз басқа боласыз ба, Алла сізді жақсы көреді шынымен де. Және Құранда да сіз оқысаңыз, адам біледі, Құранды толық оқыған адам. Мысалы, Алла бізге обращается как ақыл иелері деп айтады. Ақыл иелері деп бізге ойлап қараңызшы, бұл өте үлкен, шыны керек, мағынасы үлкен сөз ғой. Мысалы, Алла бізді сыйлап тұр, ақыл иелері деп бізді бөліп тұрған жоқ, мұсылмандар, кәпірлер деген сияқты, Алла адамдар деп бізге обращаться етеді. Бұл өте жақсы деп ойлаймын. Сондықтан да мен Алланың махаббатынан ешқашан адамдарды, былай айтқанда, Алла барлығымыз жақсы көреді. Сонымен сондай идея болды менде. Мен негізі самый бай болуым керек, өйткені мен бүкіл парыздарды орындаймын, өйткені мен бүкіл нәрселерді істеймін. Ол кез келген мұсылманда болатын бір тәкаппарлық мінез болады. Мен сіздермен бөлісіп отырмын, чтобы сіздерге де бұл алдағы уақытта үлкен бір ремайндер, яғни напоминание болу үшін де. Сонымен мен бірақ бай адамдармен кездесіп, олармен сөйлескен кезде мен бүкіл сол ойымды түбегейлі қарсы шығып жоқ болдым. Яғни мен олармен сөйлесу арқылы, оларды бақылау арқылы сырттай мен түсіндім, неге Алла тағала оларға сондай байлық, сондай бір үлкен дәреже, сондай бір имущество бергенін. Шыны керек, білесіздер ме, мұсылман адам, ол күніге намаз оқиды, солай жасайды, бірақ ол Аллаға ұнайтын істерді біз істеп жатқан жоқпыз. Ол тек қана парыздар. Біз мысалы қорқанымыз үшін жасаймыз деген сияқты, ал бірақ біз шынайы келген кезде адамдарға бір керемет, қайтсам айтатын бір жақсылығымыз жоқ. Шыны керек, мойындайықшы. Соның бірі садақа. Мен мына бір өте үлкен бай кісіден көрдім. Ол кісі ешқашан бір найымда жұмыс істемеген, ол сразу кәдімгідей өзінің бизнесін жасаған адам. Және оның ата-анасынан да байқадым. Неге олар бай, неге олар сондай күшті нәрседе өмір сүреді, немерелері де күшті, балалар да күшті, жақсы қызметте, жақсы бизнестері бар, қартайған уақыттарында жақсы қыдырып жүр. Неге олар да сондай деген сияқты ойды, шыны керек, маған Алла былай да түсіндіріп берді. Шыны керек, мен олардың сондай бір қимыл, сондай бір қайтсам болады, ниеттерімен де жұмыс істеу барысында мен олардан барлығын көрдім. Осы садақаны, яғни мұсылман адамның нағыз сипатын мен бизнесте жүрген сондай бір бай адамдардан көрдім. Оларда сондай общий характеристика бар, бірақ мен бір кісінің ғана нағыз сондай характерін айта аламын. Ол кісінің атын айтпауды жөн көремін.
Сонымен оларда бірінші нәрсе ол үнемі алғыс айту. Яғни магазинде де қызмет көрсететін жерлерде үнемі рахмет айтып жүру, ол шынымен де сізге ақша алып келеді, байлық алып келеді, сіздің өзіңіздің де дәрежеңізді де көтереді. Алланың алдында да. Мысалы, мен өзім байқайтын болсам, жалпы қазақ тілінде сөйлейтін адамдар болсын, мен көп байқадым, ол тілге де байланысты, адамның өзінің өмір сүрген жерлерінде де. Мысалы, бізде қазақтарда көп нәрсе болады, яғни барлық адамдар бізге істеп беру керек. Мысалы, любой жерде отырсақ та олардың ол міндеті, сол үшін оларға ақша төленіп жатыр деген сияқты. Мысалы, қарапайым сатушыға біз рахмет айтпай кетеді екенбіз. Мен соны өзімнен байқадым, шыны керек. Өзімнен байқағанды сіздерге де айтып отырмын. Және мен бай адамдармен жүрген кезде мен олармен бірге мысалы шай іштім, бір столда отырып тамақ жедім, неше түрлі ресторандарға, күшті бір қызмет көрсететін жерлерге бардым. Олар үнемі рахмет айтады. Сізге рахмет, маған ұнады. Яғни адамдарға сондай бір отзыв айтатын, сондай жақсы пікір білдіреді екен бай адамдар. Олардың ең үлкен нәрсесі. Мен көп жүрдім, мысалы, туысқандарым қатарына жүрем, ол кісілерден рахмет көп ести бермеймін, мысалы. Бірақ бай адамдар өте көп рахмет айтады. Мен таң қалдым. Өзімнен де байқадым, что мен аз рахмет айтады екенмін. Екінші пунктқа өтейік, садақаны, ол жақсы сөз айту. Яғни жаныңызда жүрген адамдардың жақсылығын айту. Егер де оның жақсылығын өзі де басқа адамдар байқамаса, сіз байқап, сіз айтып отырсаңыз, сол адамның качествосын, сол адамның бір өзінің мінезін сондай бір күшті, әдемі, сондай білмеймін, бір ключевой моменттерін айтатын болсаңыз, ол сізге де оған да жақсы. Мен байқағаным, сол бай кісімен жұмыс істегенде ол маған үнемі жақсы сөз айтады. Яғни жақсы етіп шақырады, мысалы, әдемі жұмсақ сөздермен маған обращаться етеді. Мысалы, жаным, осындай деген сияқты сондай сөздермен әдемі. Білесіздер ме, кез келген адамға осы сөзді айтатын болсақ, мысалы, өзіміздің інілерімізге, туысқандарымыз арасында кімнің қасында болсын, немесе өзіміздің коллегаларымызға да, мысалы, кейде болады ғой жақын араласатын, немесе қол астымыздағы адамдар, соларға сондай бір жақсы сөзбен обращаться етейік. Яғни ол только жаным деген сөз емес, ол мүмкін сондай бір гений, сондай бір тапқыр, сондай бір жақсы сөздермен обращаться етсек, ол өзімізге де, ол адамдарға да сондай бір ерекше сезім болады екен. Бай адамдар неге осындай сөздерді көп қолданады? Өйткені байқаймыз, мен мысалы сол кісімен жұмыс істеген кезде, ол кісі сондай бір, мен ол кісінің шыны керек состояниясында болғым келеді, яғни оның болмысында өмір сүргім келді. Ол өзін қалай сезініп жатыр, мен де солай сезінгім келді. Сөйтіп мен байқадым, қалай мен сол кісі сияқты өзім сезінсем болады екен деп. Байқап қарасам, ол кісі барлығына сондай жұмсақ обращение жасайды екен. Яғни ол кісілерді сондай бір күшті качестволарымен шақырады екен. Күшті качестволары арқылы мысалы бір нәрсені айтып жүр екен, мынаны жасай аласың ба, осындай деп обращение жасайды, осындай үлкен, кейін ол обращение, мысалы, соны естіген адам, ол былай ойлайды. Мен сол сөзді естіген кезде былай ойладым, шыны керек, қандай күшті, қандай сондай благородность деп орысша айтады ғой, сондай бір тектіліктің белгісі болды мен үшін ол сондай сөздерді есту, сондай адамдардан. Кейін ойлайсың, бұл адамдарға сондай үнемі көңіл күйде жүру осыдан екен ғой деп. Міне сондықтан әр кездескен адамымызға жақсы сөздермен обращаться етсек, ол жақсы. Мысалы, сіз соны ханым деуіңіз мүмкін, мырза деуіңіз мүмкін. Мысалы да, жұмыстағы адамдарыңызға сондай бір качестволармен шақырсаңыз болады. Мысалы, миллионер, тапқыр, креативті деген сияқты. Келесі ол садақаның үшінші пункті, ол адамдарды үнемі көтеру. Яғни, мысалы, бір адамның қарапайым лауазымы бар, соны үнемі көтеру. Мысалы, сол бай адамдардан мен соны байқадым. Яғни, олардың сондай бір қарапайым қызметкерлері бар. Бірақ ол кісілерді, олар мысалы, сантехник, уборщица деген сияқты олай шақырмайды. Олай атамайды. Оларды үнемі сондай жоғары етіп көрсетеді. Сен мысалы, төмендеу деп те айту дұрыс емес шығар, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін төмендеу лауазым деп айтып көрейін. Мысалы бір нәрсені жуатын повар адам, тазалайтын адам, немесе кез келген лауазымдағы адам, мысалы бір жаңадан бір стажировкаға келген адам, официант деген сияқты, ол адамдардың дәрежесін көтеру.
Мысалы, мен сіздер көп тыңдайтын Роза Кочты айтайық, иә. Роза Коч өзінің бір сторисінде салды. Біздің үйде осындай, ол кісі айтады, мен жалпы мысалы уборщица, тағы не үйде сондай жұмыс істейтін горничная деген сияқты адамдарға үйтіп айтауды дұрыс көрмеймін, олай айту дұрыс емес деп айтады. Ол кісі мысалы өзінің үйінде сондай тамақ істеп беретін, тазалап беретін кісісін Роза Коч былай айтады екен, яғни үй менеджері деп айтады екен. Ойлаңызшы, ол әдемі естіледі, иә, адамдарға да жақсы мотивация береді. Мысалы сізге, мысалы сіз студентсіз немесе бір жерге жұмысқа тұрдыңыз, официант, официант, там тазалаушы деп айтса да жаман естіледі ғой негізі. Сондықтан да әр адамның лауазымын көтеру керек. Мысалы мен жұмыс істейтін кісіде мен жай ғана SMM болып кірдім, шыны керек. Мен всегда адамдармен сөйлескенге, сіз ол кісінің кімі боласыз деген кезде, мен үнемі айтатынмын, мен бұл кісінің SMM-шігімін, жай ғана SMM-шігімін. Білесіздер ме, жай ғана SMM-шігімін деп айтатынмын. Яғни мен өзімді түсіріп отырмын да бұл жерде. Мен жай ғана SMM-шігімін деген сияқты. Бірақ ол кісі всегда мені қалай көтерді? Маркетологым, бұл менің маркетологым. Менің жанымда жүретін, бүкіл нәрсемді көтеретін, мен еткен адам осы қыз, осы кісі, бұл маркетолог, мен осылай, менің, яғни денежный потогымды арттырды, мені табысқа алып келген, мені жақсы атаққа алып келген адам осы қыз. Бүкіл нәрсе, сіздер көрмейтін, сіздер байқамайтын нәрсенің барлығын осы қыз жасайды деп айтқан кезде мен таң қалдым, шыны керек. Мен кейде ойланатын, неге ол кісі мені маркетолог дейді? Мен маркетолог емеспін ғой, мен SMM-шікпін. Бірақ мен ол кісіге олай айтқан жоқпын, және мен оны қабылдадым. Сіздерге мысалы адамдар тоже комплимент айтса, сіздерді бір жоғары етіп, мысалы сіз бастық емессіз, бірақ босс сияқты айтса, сіздерге айтқым келеді, ол сіздер де ол нәрсені қабылдай біліңіздер. Кез келген комплимент. Сен әдемі болып тұрсың, сенің көйлегің әдемі екен, сен бүгін күшті лук киіп алыпсың. Қойшы деген сияқты емес, сіздер оны қабылдай біліңіздер. Білесіздер ме, сол кісі маған сондай жақсы жұмсақ сөздермен айтып, менің лауазымды көтеріп жүрген кезде мен бірде шынымен де бір негативный нәрсе не қылдым. Ол маған ұнамай қалды. Ондай сезімдер мен сезініп көрмеген. Маған ешкім жақсы нәрсе айтып көрмеген, былайша айтқанда, ата-анамнан басқа да. Және басқалар айтса, оны мен сарказм сияқты түсінетін. Өйткені біз дейді тоже ата-анамыз айтады, біреу сені мақтап кетсе, сен марқайып қалма. Жалпы мектепте де жүрсек те айтатын, қазақты, яғни қазақтың вообще бүкіл сеніміне кіру үшін оны мақтау керек. Егер сені біреу мақтаса, сен ешқашан олай бір өзіңді көтеріп қалма. Мысалы, мен универде жүрген кезде де қытай тілінен беретін мұғалімім де айтатын, Қытайға барып, немесе бір қытаймен сөйлесіп қалсаңдар бір жерде, ол адам сенің қытай тілің жақсы екен, жақсы үйреніпсің десе, сендер оған қуанбаңдар, ол сендерге жақсы нәрсе айтып тұрған жоқ деген сияқты. Білесіздер ме, бізге қоғам сондай, общество үлкен жаман бір негативді нәрселерді навязывать етеді. Ол кісілерді өздері білмейді, что ол негатив екен. Мысалы, біз қабылдамаймыз, жақсы бір нәрсе, жақсылық айтса бізге да, біз қабылдауымыз керек. Солай сөйтіп жұмсақ сөздер естіп жүрген кезде мен айтатынмын. Кейін ол кісі айтты, Әсема, егер де мен осындай сөздермен саған обращаться етіп жатсам, осылай сені көтеріп жатсам, сен оны қабылдай біл деген сияқты солай айтты маған. Кейін бізде негізі Алла тағала, білесіздер ме, кез келген жерден ой салады. Кез келген адам арқылы болсын, TikTok арқылы болсын, Instagram, Reels арқылы болсын. Сөйтіп мен бірде TikTokқа кіріп қалған едім, сөйтсем мынандай сөз шықты. Егер де дейді, Алланың сөзі ма, негізі Алланың былайша айтқанда бізге деген әрекеті ғой. Егер де сізді бір адам сондай күшті мақтап жатса, комплимент айтып жатса, сізге жақсы обращение беріп жатса, сізді еркелетіп, солай бір жақсы сөздер, жаныңызға қонымды сондай сөздер айтып жатса, сіз ол кісіден олай айтпа, олай не қылма деп айтпаңыз дейді. Ол сіздің Алла сізге деген обращение. То есть Алла сізге солай бір үлкен құрмет көрсетіп тұр. Яғни, білесіздер ме, адамдардан келген әрбір сый құрмет ол Алладан, адамдардан келген әрбір махаббат ол Алладан. Бүкіл, мысалы, сіздің бір мысығыңыз жақсы көре ме, немесе үйіңіздегі итіңіз, білмеймін, қандай бір жануарыңыз болсын, адам болсын, кішкентай балаларыңа болсын жақсы көрсе, ол сіз біліңіз, ол біріншіден Алланың махаббаты и Алланың сізге деген сыйластығы, Алланың сізге деген солай обращениесі. Адамдар арқылы сіз
сіз түсінсеңіз болады, адамдар сізге бәрі жақсылық жасап, шын ниетімен солай жасап жатса, ол біліңіз, бұл Алла сізге солай обращение жасап отыр, тікелей адамдар арқылы. Адамдар бұл өмірде себепші. Сондықтан да айтқым келетіні, жүрген жеріңізге адамдарға жақсы жұмсақ сөйлеңіз, жұмсақ обращение беріңіз, жұмсақ обращениеде шақырыңыз. Олардың качестволарын байқасаңыз, солар арқылы шақырыңыз, солай арқылы оларға аттап айтыңыз, адамдары үнемі рахмет айтыңыз, кез келген ісіне бір кішкентай нәрсесі болсын. Одан кейін адамдарды үнемі көтеріңіздер. Олар мысалы төменгі қызметте болсын, мысалы сіз жұмыс істейсіз мектепте, техничка апайды көресіз, оны олай емес, сіз нағыз менеджерсіз деген сияқты солай адамдарды көтеріңіздер. Бұл сіздің энергияңызға да, өзіңіздің тектілігіңізге де, өзіңіздің сондай Аллаға деген обращениеңізді де білдіреді. Яғни бұл өмірде сіз адамдарды жақсы көріп, шын ниетпен жасасаңыз, ол сіздің, біліп қойыңыз, Алланы жақсы көргеніңіздің белгісі. Білесіздер ме, адамдар парыздары арқылы бұл жәннатқа кірмейді. Адамдар жәннатқа қалай кіреді? Сіз егерде Алланың бүкіл жаратылыстарын сыйлап жақсы көрсеңіз, шын ниетпен, сіз жұмаққа оңай кіре аласыз. Өйткені бір сөз бар ғой, білесіздер ме? Бір адам Аллаға келеді, айтады: мен не үшін тозаққа барам, мен намаз оқыдым, мен сен үшін ораза тұттым деген сияқты. Алла айтады: ораза тұтсаң өзің денсаулығың үшін, намаз оқысаң өзіңнің ақыретің үшін, бірақ сен мен үшін ештеңе жасамадың. Не жасауым керек деген кезде ол айтады: Алла, сен мысалы мен ауырған кезде сен барып сұрамадың мен жағдайымды дейді. Қалай сұраймын, сен ауырмайсың дейді. Менің бір құлым ауырып қалды, мен сол кезде білгім келді, сен қалай маған деген отношениеңді дейді. Сондықтан да кез келген адамның артында ол Алла тұрады. Демек, әр адамның солай, қайтсам, адамдарды жақсы көріңіздер. Адамдарды жаман болса да жақсы көріңіздер. Мысалы, сізді біреу қадап кетуі мүмкін, ақшаға бір, немесе сеніміңізді бір таптап кетуі мүмкін. Оны біліңіз, Алладан келген бір кішкентай сынақ шығар. оған да сынып қалмаңыз. Алла сізді білгісі келеді, қандай бұл адам деген сияқты. Сол себепті де адамдардың барлығын бірдей жақсы көріңіз. Оның Алланың жаратқан жануарларын да, адамдарын да жақсы көріңіз. Кез келген мінез де ол Алладан. Келесі зекет тақырыбына өтейік. Мен садақаны өте көп түсіндірдім. Өйткені сіздерге полный комплексті түрде сондай бір сапалы түсіндірме бергім келді. Мен ойлаймын, садақа мәселесі түсінікті деп. Келесі зекет мәселесі. Мен байқаған нәрсе, бай адамдарда зекетті материалсыз да береді екен. Мысалы, біз ойлаймыз, біз бір кісіні көрдік, ол көп зекет береді екен, неге ол бай емес, неге ол бай бермейді, неге ол кісі мысалы әр ай сайын ол бай болу керек қой деген сияқты, әр жыл сайын деген сияқты, неге ол бай болмайды деген сияқты. Біз тіпті білесіздер ме, білім бойынша сараңыз, білім бойынша өте сараңыз. Мен сізге екі түсінікті айтып берейін: сараңдық және сараңдық және сол спасательдік. Зекетті білесіздер ме, білім арқылы да беруге болады. Мысалы, мен бір кісіден естіп қалдым, білімнің зекетін беріп жатырмын деп бір ұстазымыз айтқан болатын бізге. Яғни Құранды бізге тегін оқытып жатыр, мешітте, медреседе бір нәрседе бар. Мен ойлайтын, сонда Құран ғана білімнің зекеті бола ала ма деп. Сөйтіп қарасам, зекет былайша айтқанда білімде бола алады екен. Мысалы, сіз адамдарға беретін. Мен сол жұмыс жасап жатқан кісінің қасында жүріп, үнемі қызығатын, ол алатын білімдерден үнемі талпынатын. Ол кісі де білетін, что мен сондай білімге құмар адам екенімді, сондай курстарды жақсы көретінімді, бірақ мен өзіме позволить ете алмаймын ондай курстарды. Мысалы, қымбат, 1 миллион теңге тұратын, 2 миллион теңге тұратын, аптасына, ол айына емес тіпті, немесе 1-2 сондай сағаттық консультация. Мен ондай нәрселерді өзіме позволить ете алмаймын. Бірақ ол консультацияларда шынымен де үлкен білім жатыр, университеттен де үлкен мысалды. Сөйтіп сол кісі маған просто сол білімдерді берді. Яғни сен де оқып қара, сен де көр деген сияқты. Кейін ойлап қарадым, кейін бір уақытта ол кісіге айттым: сіз білесіз бе, не істеп жатқанын? Сіз негізі зекет беріп жатсыз ғой, негізі сіз зекетті көп бересіз басқа адамдардан қарағанда. Яғни ол кісінің де бір жағынан жаңағы мен садақаны орындап тұрмын бұл жерден да. Мысалы, сіздерге енді жария түрде айтып жатырмын, чтобы сіздерге де бір мысал болсын деп. Өзі байқамаған качестволарды мен ол адамға айтып жатырмын. Уже садақа кетіп жатыр менде. Ол кісіден зекет кетіп жатыр маған, мысалы.
кейін айттым, сіз білесіз бе, білімнің зекетін беріп жатсыз ғой, яғни сіз білімді тегін беріп жатсыз, это очень хорошо деген сияқты. Ал зекет ол парыз деп ше. Ол кісі ойланып қалды, шынымен ба. Кейін үлкен сондай бір жиын болды, адамдармен отырмыз, сонда айтады, маған Әсемай осылай айтты, мен оказывается білімнің зекетін беріп жатыр екенмін, осындай нәрсені айтып жатыр деп. Ол кісі қуанып қалды, шыны керек. Білесіз бе, адамдардың шынымен жақсы көңіл сыйлау да бұл үлкен садақа. Сондықтан да осыны да біліп жүріңіз. Сөйтіп ол кісі маған үнемі зекет береді. Кейін басқа адамдармен де сөйлестім, сөйтсем ол кісілер де зекет береді екен. Яғни ол шынымен білімге қызыққан адамға зекет береді. Мысалы бір ақыл советін айтады сол адамға, бірақ ол керек адамға айтады. Спасатель деген нәрсені түсіндіріп берейін сіздерге. Сіздер мысалы бір адамға барасыздар, курс оқып алдыңыздар, кітап оқып алдыңыздар, білесің бе осындай екен, оказывается, прикинь деп айтасыз. Сен осылай үйтсей, сен осылай бүйтсей, ана шетке ақшаң салсай, инвестиция жасасай деп ешкімге айтпаңыз. Ол сіздің ініңіз болсын, ағаңыз болсын, ата-анаңыз болсын, сіз біреуге ақыл айтатын, біреуге тәрбие беретін ешкім емессіз, соны біліп алыңыз. Біреуге наставление беретін ешкім емессіз. Сіз тіпті намаз бассаңыз, басқа бастаңыз, адамдарға айтып, сен намаз оқы деп біреуді қинап, біреуді миына прям қайтсам ба, біреуге дауа бермей олай жасауға болмайды. Кез келген білімді беретін, тәрбиені беретін ол Алла біріншіден. Сіз Алланың жасап жатқан ісіне сіз қол сұқпаңыз. Сіз мысалы сіздің алдыңызға біреу келеді ма, мысалы жәрдем сұрап, бір ақыл сұрап, сол адамға ғана беріңіз. Біреу сұраса ғана, сұрамайтын жерге қол сұқпаңыз ешқашанда, ол дұрыс емес. Біреуге ақылды болып көріну деген нәрсені де, принципті де оны өзіңізден алып тастаңыз. Сіз тек қана всегда қандай необходимость болады, сол кезде ғана беріңіз. Мен сіздерге осы екі тақырыпты да түсінікті деп ойлаймын. Яғни сіз ешкімді де осуждать етпеңіз, сіздің хақыңыз жоқ оған. Мысалы сіз дін ұстанып жатсыз ба, кез келген білмеймін қандай дін болса да, ол сіз жасап жатсаңыз, ол өзіңіз үшін біріншіден, және екіншіден басқа адамдар осындай күнә жасап жатыр, осылай не қылып жатыр деген сияқты ешкімді осуждать етпеңіз, ешкімді сынамаңыз. Және білесіздер ме, бай адамдар не үшін бай? Олар жалпы Аллаға деген олардың сенімі бар, по-любому мен байқағандардың бәрін. Және олардан мен нағыз мұсылманшылықты көрдім. Өйткені олар үнемі садақа береді, үнемі зекет береді. Материалды тұрғыда емес, олар эмоционалды, олар сөзбен, лексикамен береді. Сол себепті де бай болғыңыз келсе, благородный, текті болғыңыз келсе, сондай бір абыройлы болғыңыз келсе, Алланың алдында да, адамдардың алдында тек қана білім алып, білмеймін, магистратура бітіріп, бір Гарвард бітірсеңіз де сізде ондай атақ ала алмайсыз. Бір жағынан адамның адам екенін білдіретін нәрсе ол тәрбиесі, оның ішіндегі, яғни басқа адамдарға жасаған сондай қайтсам болады әрекеті. Сонымен сіздерге осы сабақ түсінікті болды деген ниеттемін. Егер де сіздерге ұнаса, комментарий қалдырыңыздар, өте қуанышты болатын едім. Және керек адамға ғана айтыңыздар осындай советті. Егер де сіздерге сұрап келсе ғана мен сіздерге бұған рұқсат беремін.